құрметті 7-ші сынып оқушысы. Қалың қалай? 95-ші беттегі writing-ге бүгін жазылым бізде. Competition, a competition entry. Competition дегеніміз жарыс. Мына жерде бізде бірінші тапсырмада look at the photos under John's competition entry. What were his favorite things about summer camp? Мына суреттерге қара. Джонның жарыс болды. Жарыс ұйымдастырады. Сол жарысқа қатысқан ғой Джон. Сол жайлы оқы дейді. Одан кейін оның сүйікті мына жерде айналысатын ісі не болды дейді. Қайсысы болды дейді фотода. Бірінші тапсырмаға келетін болсақ, мен бірінші тапсырманы аударып қойдым. Енді бұл көрінсе сендерге, себебі менің көлденең қоятын приложением істемей қалды. Бұл көлденең тұрмайтын болып тұр. Міне, былай қойсам, осылай тұрып алады. Сондықтан бұл істемейтін болғандықтан мен вертикально түсіріп жүрмін. Енді бұл түсіріп жүргенім көбінесе көрінбей қалып жүр. Ары қарай жалғастырайық. Көрінбей жатса мен оқып берейін. Біздің жазғы лагерьдан тегін жолдама ұтып ал дейді. Бұл осы мәтіннің тақырыбы. Сен жазғы лагерьге барып көрдің бе? Бізге өзіңнің лагерін жайлы айтып бер. Біз ең жақсысын өзіміздің парақшамызға саламыз. Мен жазғы лагерьге барғым келмейді. Менің ойымша, онда көптеген ережелер бар сияқты көрінді. Бірақ Боуфорт мені таңғалдырды. Боуфорттен лагерь. Бізге ерте тұру міндет болмады, және онда таңғы ас ішкенге уақытымыз көп болды. Жаттығуларды онда бастадық. Онда таңдау көп болды, және олар өте қызық болды. Менің сүйікті істерім каноэ, сырғанау. Каноэ дегеніміз өзенде тар қайықпен сырғанау ғой. Волейбол және атпен шабу болды. Ал түнде біз костер жағып отыратынбыз. Егер керек болса, далаға да қона салатынбыз. Ауа райы қайнаған, қайнаған ыстық болды, бірақ онда бассейн бар еді. Мен осы үшін лагерь өте керемет болды. Мен үшін осы лагерь. Мен көп достар таптым. Сен де барып көр. Осы жазғы демалыс, жазғы лагеріндағы жазған хаты болатын. Енді екінші тапсырма. Бұнда дейді, қайсы айтылған дейді. Қайсы туралы жазды деп тұр. Мен жаздым, favorite activities'ін жаздым. Сүйікті ісін жазды ғой ол. Каноэ, волейбол, horse riding деп жазды, сүйіктісін. Екінші daily routine, режим дняны жазды. Breakfast activities деп. At 10 o'clock, favorite is the fire, the evening деп. Не істегендер жайлы жазды. Why he liked it, ол неге ұнатты оны. Қай жерін ұнатты. A lot of time for breakfast, таңғы асқа уақыттары көп болды. A swimming pool, бассейн, күн ыстықта бассейнге түсіп алды. A fire, костер болды. And lots of choose, көп таңдаулар болды. Even you can sleep outside, сен даже далада да қона аласың. Didn't have get up early, ерте тұрудың қажеті болмады. Осылар оған ұнады. The weather, ауа райы жайлы айтылды. It was boiling, өте қатты қайнап тұрған ыстық болатын. Үшінші тапсырма. Үшінші тапсырмада бізде қайталанатын сөздерді тап деп тұр. Мен бұл ішінен лагерь деген сөзді алдым. Басқа сөздерді онша таба алмадым, көре алмадым. Сондықтан лагерь деген сөз көп кездесті. Summer camp, жазғы лагерь. Place, орын деді. Beaufort camp, аты соның. There, онда деді. Outside, сыртта. Осындай жерді, осы сөзді таңдап алдым. Көп қайталанатын сөздер болғандықтан. Сендер тағы да тапсаңдар, бірақ та мына жерде біреу деп тұр. Бірінен тап деп тұр, қайталанатын сөзді. Төртінші тапсырмада бізде қарамен жазылған сөздер тұр. Сол сөздердің орнын өзгерту керек, басқа сөздермен айту керек. Animals деген жануарлар, оларды them дедім. The falcons деген құс, фламинго. Құс
жоқ, фалконс деген фламинго емес, басқаны. Бүркіт тектес құс қой. Құс. Екінші зей дедім. Келесі. Үшінші goats, ешкілер. Оларды да зей дедім. Төртінші the goats. Оларды дедім. Them, оларға деп жаздым. Бесінші тапсырмада бізде жоспар құр дейді. Өзін жаңа competition entry жаз дейді, өзінің summer camp жайлы. Осындай шығарма жазсаң, сенікін де парақшаға салып қою үшін әдемі шығарма жаз деп тұр. Сол әдемі шығармаға жоспар құр дейді. Бірінші мен daily routine дедім, күнделікті. Күнде не істейді бір күн ішінде? Monitors деп тұр, өзінің жетекшілері бар ғой. Әр команданың өзінің жетекшісі болады ғой, лагерьда, сол жайлы. Favorite activities, сүйікті ісі туралы. The food, тамақ. The weather, ауа райы жайлы. Why I like, маған қайсысы не ұнады, сол жайлы жазатын боламын. Жоспар құрып қойдым міне 5-ші тапсырмада. Ал 6-шы тапсырмада осы жоспар бойынша сөйлейміз. I went to summer camp last year. Мен былтыр жазғы лагерьға бардым. The Alakol camp was really fantastic. Алакөл лагері шынымен де фантастикалық болды. We got up early at 7 o'clock and did an exercise all together. Over 100 students. Жүзден астам оқушымен біз сағат 7-де тұрып, жуынып алып, жаттығу жасадық барлығымыз бірге. Одан кейін жуындық, қолымызды, бетімізді жудық. Сағат 8-де біз таңғы асымызды іштік. Тамақ өте дәмді. Біз 6 командадан тұрдық. We were 6 teams. Each had own monitors. Әр команданың өзінің жетекшісі болды. They lead us to fun activities. Олар бізді сондай қызықты жаттығуларға бағыт беріп отырды. Our monitor, біздің жетекшіміз сондай мейірімді және жұмсақ болды. Gentle деген. Ол бізді сондай бір необычный дейді ғой, нәрселерге үйретті, тігуге үйретті, тоқмаға. Одан кейін жинау, collecting, жинау, жүректің формасындағы тастарды біз жинап тердік. Маған көбінесе суда жүзу ұнайды. Мен көп жүздім суда. Сосын өзіме әдемі бір мойныма немесін жасап алдым. Алқа жасап алдым. Ауа райы болса қайнап тұрды сол уақытта. Ол жаздың ортасы болды. 30 градустан жоғары. Мен көбінесе жүзуді ұнаттым. Менің ойымша көптеген оқушылардың сүйікті істері ол жүзу болды деп ойлаймын. Осымен сабағымыз аяқталды. Егер менің тапсырмаларым, жаттығуларым ұнап жатса, лайк басып, тіркеліп қойыңдар. Басқа оқушылармен бөлісіп қойыңдар. Оларға да көмектеріңді беріңдер. Сонымен сабақ аяқталды. Қош сау болыңдар.